Жетісу, Жамбыл және Түркістан облыстарындағы арнайы операция 72 адам ұсталды. Ассалаумағалейкум құрметті тыңдаушылар, күннің соңғы жаңалықтарынан хабарсыз қалмау үшін каналымызға жазыла кетіңіздер. 5 қазанда бір мезгілде Жетісу, Жамбыл және Түркістан облыстарында жүргізілген арнайы операция кезінде 72 адам ұсталған. Бұл туралы Ұлттық қауіпсіздік комитеті ресми сайтында хабарлады. Ведомство мәліметінше, арнайы операцияны Ұлттық қауіпсіздік комитеті полиция органдарымен бірлесіп және бас прокуратураның үйлесуімен өткізген. Операция барысында қару мен есірткіні заңсыз сақтау, бопсалау, заңсыз көші-қон арналарын ұйымдастыру және өзге де ауыр қылмыстарды жасау бойынша күдікке ілінген топтардың мүшесі болуы мүмкін 72 адам тергеу амалдарын жүргізу және жеткізілді. Топтар өз әрекеттерін Қытаймен, Өзбекстанмен және Қырғызстанмен шекаралас учаскелерде жүзеге асырған. Тінту барысында атыс қаруы, оқ-дәрілер мен ірі ақша қаражаттары, есірткі, сондай-ақ өзге де заттар дәлелдемелер тіркеленді дейді хабарламада. ОКК қазіргі таңда тергеу амалдары жүргізіліп жатқанын, қылмыстық процестік кодексінің 201 бабының 1 бөліміне сәйкес өзге ақпараттар жарияланбайтынын атап өтті.